Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай барлықтарыңыз сүйіп жейтін хит торт, вупи пай тортының рецептісіменен сіздермен бөліскім келді. Олай болса, видеоны соңына дейін қарайық. Ол үшін ең алдымен мен шоколадты ганаш дайындаймын. Ол үшін мен Қазақстан шоколад және сары майымызды ертіп аламыз. Енді 4 дана жұмыртқа менен қантымызды осылай 2-3 есе көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз, шоколадымыз дайын болғанша. Оның үстіне ұн, какао және қопсытқыш және ерітілген шоколадымызды салып, барлығын бір келкі болғанша араластырып алатын боламыз. Барлық ингредиенттерді төменге қалдырып кетемін, грамдарменен сол жақтан қарасаңыздар болады. Барлығын бір келкі араластырып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста пешке ровно 4-ке бөліп 5-7 минутта пісіріп аламыз. Бізде осындай сұйық масса шықты. Менде көш жарымның үлкендігі 22 сантиметрден. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырдың үстіне қантымызды салып, бір келкі болғанша араластырып алып, үстінен сливкімізді құямыз. Сливки 33%-тен жоғары болғаны жақсырақ болады. Сол кезде креміміз өзін ұстайтын өте жақсы болып шығады. Бізде осындай дәмді әрі өзін ұстайтын крем дайын болды. Енді кремімізді қалташаға арнайы құйып, тортымызды жинаймыз. Осылай корж крем етіп барлығын жинап аламыз. Алдыменен айналасына шариктер қойып, одан кейін ортасына жағамыз. Корждарды мен астын үстіне қарата қойдым. Сол кезде кремдері сіңіп әдемі шығатын болады. Теріс беті қойып, осылай барлығын жайғастырып аламыз. Енді жинап болған тортымыздың үстіне шоколадты ганаш құямын. Менде сливки емес, сары майымыздың проценті жоғарғы проценттен болған жақсы, сол кезде өте жақсы шығады. Үстін кез келген өзіңізге ұнаған фрукти шоколадтармен сәндесеңіз де болады, немесе дәл осылай қалдырсаңыз да болады. Мен осылай жағына крем жағып, өзімде үйде барменен қолдана салдым. Соның өзі өте әдемі, дәмді шықты. Дайын болған тортымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Барлық кремдері, шоколадтары жақсы қату үшін. Менде 1 сағат қана уақыт өтті. Негізі 7-8 сағаттан кейін жей берсе өте әдемі, бір-біріне кремі сіңіп өте жақсы шығады. Соның өзінде өте дәмді, ерекше, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептін жасасаңыздар, мінсіз бір жасағаннан ерекше дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Олай болса, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.